Кейде қиссаны ертегі аңыз қиялдың жемісі деп қарайсың. Бірақ кейбір қиссалардың логикамен өрілгені сонша адамды ойландырып тастайды. Мысалы, торғайдың секектеп жүруі, байғыздың тұмсығында тесік болмауы деген сияқты. Десе де, қиссаның бір пайдасы әрі мақсаты бар. Ол қоршаған ортадағы құбылыстарды бүлдіршіннің санасына сиятындай етіп, аңызбен түсіндіріп беру. Ал зоологияда кездесетін ғылыми таныммен баланың сұрақтарына жауап бере алмайсыз. Ендеше бүгінгі қисса Сүлеймен алейхиссалам пайғамбардың заманын баяндайды. Сүлеймен патшаның Зухра атты сұлу әйелі болыпты. Бір күні әйелі Сүлеймен алейхиссаламға: "Мені сүйсең, құстың сүйегінен үлкен сарай соғып бер, сол сарайда тұрғым келеді" деп назданды. Нақсүйерінің көңілін қимаған патша күллі құс біткенде ордасына жинады. "Мені сүйсең, құстың сүйегінен үлкен сарай соғып бер, сол сарайда тұрғым келеді." Сүйгеннің сөзін қимаған Сүлеймен патша барлық құстарды сарайына жинайды. "Мен түс көрдім, түсімде таңғажайып сарай көрдім. Досым Жәбірейіл періште, құс сүйегі деген сарай осы, тек құс сүйегінен жаралған" деді. "Сол сарайға аңсарым әбден ауды. Сендердің сүйектеріңнен сондай сарай тұрғызсам деген арманым бар." "Патша ием, сіздің әжетіңізге жараса, жанымызды алыңыз, сарайыңызды салыңыз." Біздің сүйегіміз сіздің жолға садақа. Арамызда байғыз жоқ. Қаршыға байғызды дереу дәргейіме жеткіз. Шақырғанда неге келмейсің? Тақсыр, ой үстінде әміріңізді естімей қалдым. Патшаның әмірінен күшті қандай ой? Дүниеде жазық көп пе, төбе көп пе, соны санап ойланып отырғанмын. Әрине жазық көп. Сол да сұрақ болып па? Жоқ, патшам, мен санасам дүниеде төбе көп екен. Қалайша жазықтан төбе көп болады? Мен өлген адамның моласын қосып санадым. Әрбір адам өлген соң бір төбеге айналады екен. Тағы не санадың? Дүниеде тірі көп пе, өлі көп пе? Соны да санадым, тақсыр. Әрине тірі көп. Жоқ, тақсыр. Қанша санасам да өліден тірінің саны аспады. Қалайша өлі көп, неге олай шештің? Мен күн шыққанша ұйықтайтын адамдарды да өліге қостым. Тағы да нең бар санаған? Дүниеде еркек көп пе, әйел көп пе, соны да санадым. Иә, кімдер көп екен? Әйелдер көп екен. Әйелінің тілін алатын еркектерді де мен әйел санатына қостым. Сөз төркінін түсінген Сүлеймен патша қателігін түсініп, құстардың барлығын босатты. Құстардың аяғындағы тұсауларын шешіп жатқанда, тірі қалғандарына қуанған торғаймен ұзақ тағатсызданып ұшып кетеді. Аяқтарына байланған тұсаулары толық шешілмегендіктен, олар әлі күнге дейін секеңдеп жүреді екен. Құстарды сымға тізгендіктен, олардың тұмсығында тесіктер қалыпты. Байғыздың тұмсығы сымға тізілмегендіктен, бітеу қалпында кетіпті. Достар, халық аузында қалған ғибратты қиссалар мен тарихқа толы аңыз әңгімелер жайлы. Естігілеріңіз келсе, парақшаға жазылып, жүрекшені басып отырыңыздар.